Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Математика негіздері оқу қызметін бастаймыз. Заттардың салмағын анықтаймын, заттардың салмағы бойынша салыстырамын. Ауыр, жеңіл ұғымдарын бүгін үйренетін боламыз. Балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын, мына өлең жолдарын менің артымнан қайтала. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты, жарқырайды даламыз, жайнай түссін қаламыз. Қайырлы таң балалар. Балалар, бүгін біз оқу қызметімізде таразы, заттың салмағы, ауыр, жеңіл деген ұғымдарды білетін боламыз. Заттың салмағы деген не? Ол заттың массасы, яғни салмағы. Ал оны қалай өлшейді? Оны таразы деген құралдың көмегімен өлшейміз. Балалар, бұл таразы. Егерде заттың салмағы тең болса, таразы қозғалыссыз тегіс тұрады. Ал егерде біреуі ауыр не жеңіл болса, таразы қозғалады. Балалар, осы таразы туралы мәліметті білейік. Мынау қарбыз, ал мынау алма. Олардың қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр? Қане анықтайық. Жеңіл, ауыр, заттың салмағын білдіретін ұғымдар. Заттың салмағын таразымен өлшейді. Қарбыздың салмағы мен алманыкін салыстырып көрейік. Қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл? Қарашы, алма қарбыздан жеңілдеу. Қарбыз алмадан ауырлау. Жеңілдеу, ауырлау. Заттардың салмағын, демек, массасын білдіреді. Заттардың массасын килограммен өлшейді. Қысқартылған түрі кг деп жазылады. Қарбыздың салмағын анықтайық. Қарбыздың салмағы 5 килограмм. Бір қап картоп 50 килограмм. Кәмпиттің салмағы 2 килограмм. Балалар, бейне жазбадан біз ауыр және жеңіл заттарды таразының көмегімен қалай табу керек екенін білдік. Мынау балаларға қарайықшы. Ретте кім ауыр, кім жеңіл? Қалай ойлайсыңдар? Ауыр зат төмен түседі ме, әлде көтеріледі ме? Келесі, тышқан және піл. Қайсысы ауыр? Білесің бе? Келесі тапсырмамыз. Қай жануардың салмағы ең үлкен және де ең кіші? Ең ауыры қайсысы? Ит, мысық, сиыр, піл. Кәне, салыстырып көрейікші. Қай жануардың салмағын ауыр деп ойлайсың? Ал қай жануар ең кіші салмағы бойынша? Балалар, жұмыс дәптерімізді ашып, тапсырмаларға қарайық. Әр жұпты салыстыр. Қайсысы жеңіл белгіле. Сиыр мен бұзау, түйе мен бота, қой мен қозы және де тауық пен балапан. Әр жұпты өзара салыстырамыз. Жеңілі қайсысы? Сиыр ма, әлде бұзау ма? Қайсысы жеңіл болады? Соны белгілейміз. Ал түйе мен ботаның қайсысы жеңіл? Қалай ойлайсың? Екінші тапсырмамыз, қай зат жеңіл? Белгіле. Үлкен қораптағы тәтті бұрыш, кіші себеттегі тәтті бұрыш, үлкен сүт және де стақандағы сүт, алма шырыны мен йогурт қалташасы. Қайсысы жеңіл? Белгіле. Балалар, алдыңғы бейне жазбада біз таразының түрлерімен таныстық. Қандай түрлері бар еді? Электронды таразылар, кіртастары арқылы таразылар және де механикалық таразылар бар, я балалар. Ендеше мына таразылардың қалай өлшеніп тұрғанын қарайықшы. Бірінші таразда 6 келі және де алма қанша келі деп ойлайсың? Келесі, кіртасы 8 келі, ал біздің қарбызымыз қанша келі деп ойлайсың? Ойланып жауап бер.
Үшінші тапсырмада бастырып сыз және боя. Табиғат сыйы заттарды салмағы бойынша салыстырамын. Суретке қара. Әлияның не істеп жатқанын айт. Сенің үйіңде осындай таразы бар ма? Бұл жердегі таразы ас үйге арналған электронды таразы. Ас үйге қажетті заттарды салыстыру үшін аналарымыз ас үй таразысын қолданады. Тапсырмамызда заттарды салмағы бойынша салыстырамыз. Қайсысы жеңіл, анықта және де белгіле. Таразылардың қозғалу қалпына назар аудар. Қайсысы жеңіл? Жеңіл зат жоғары көтеріледі ме, әлде төмен түседі ме? Үшінші тапсырмада суретті қайталап сал. Саңырауқұлақтарды қайталап саламыз. Үшінші тапсырмамызда салмағы бойынша ауыр және жеңіл азық-түлікті анықта. Сүт, сүзбе, балмұздақ және де ірімшік. Қайсысы ауыр деп ойлайсың, ал қайсысы жеңіл тартады? Балалар, біз бүгін математика негіздері оқу қызметімізде заттардың салмағын анықтаймын және салыстырамын деген тақырыптарды үйрендік. Сен өзіңнің үйіңдегі заттарды салыстырып көр. Қай зат ауыр, қай зат жеңіл? Бүгінге осы тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасауды ұмытпа. Ертеңге дейін балалар, сау